Сәлеметсіздер ме? Менің есім Қайнарбек Ерназарұлы. Мен Павлодар қаласының Малайсары Батыр атындағы жалпы орта білім беру мектебінің көркем еңбек пәнінің мұғалімімін. Осы дәстүрлі садақ ату өнерін сіздерге таныстыра кетейін. Бұны ата-бабамыздың енді 5 қаруының бірі садақ дейміз ғой. Бұның негізі шын аты жай дейді, не жақ дейді. Садақ деп айтылатыны ол толық комплектін айтады. Қазір оқушылар садақ атып үйреніп көрсетеді әдістерін. 6-9 жасар балалар 10 метрден атады нысанаға. 10-12 жасар балалар 15 метрден атады нысанаға. 12-ден 15 жасар балалар 20 метрден атады нысанаға. Жаңа ол жарыс ретінде бұл ұпаймен есептелініп, спорт ретінде бұл Қазақстан Республикасында енгізіліп жатыр. Көрсетеміз. Иә? Мынау түсі басқа болып тұрғаны, сыртына салу керек. Ұшқанда қанаты кимеу керек, түсін бе? Саласын. Параллельно дейді ғой, кіріске қарсы параллельно тұру керек. Мынау қатты ұстап, қатты жүйесі. Al, kısana. Ұлтаны болмай ұлтымның сақталмауға ұмтылдым. Құлы болмаған құлқымның пейілі қымбат жұртымның. Мен қазақтың ұлымын. Шуағын төккен қаламның шұғыласынан шаралдым. Миллиондарға сатылмас мейірі қымбат анамның. Мен қазақтың ұлымын. Елімде туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат. Әлемнің қисаң барлығын бәрібір туған жер қымбат. Елімде туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат. Әлемнің қисаң барлығын бәрібір туған жер қымбат. Мен қазақтың ұлымын. Мен қазақтың ұлымын.